Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сіздермен бүгін студент подкаст және студияда тағы да біз, Аренова Ғалия және де Әділет Амангелді. Бүгінгі біздің көтеретін тақырып негізі қазір уақытта бір өзекті тақырыптардың бірі деп айтсам да болады. Ол мысалы күмәнді жарнамалардың студенттер арасында жалпы әлеуметтік желілерде таралуы. Күмәнді жарнамаларды біз негізі көп бірнеше топтарға бөле аламыз. Мысалы, ол өте қауіпті. Ішіне мысалы есірткілер туралы, және мысалы адамның денсаулығына зиян тигізетін тауарлар жайлы айтуға болады. Ал мысалы сонымен қатар студенттерге арналған, немесе жастарға жалпы арналған қауіпті ақша табу жолдары болады. Мысалы, мен деген қазіргі кезде көп көремін, TikTokта көп жазады. Оңай жұмыс студенттерге, жас балдар, қыздарға арналған. Мысалы, осындай бір кішкентай уақыттың ішінде, 30 минуттың, мысалы, 1 сағаттың ішінде 5 мың, 10 мың теңге табуға болады деп. Ол жақта, мысалы, адамдармен сөйлесіп қарасаңыз, ол жақта олар айтады. Сіздерге осы бір текст жазуыңыз керек болады, бір осындай бір әлеуметтік желілерде бір пікірлеріңізді тарату керек болады. Және де осы арқылы негізі көптеген студенттер ұсталып қалады. Өйткені, көрінуі мүмкін, мысалы, оңай ақша табу жолы, менің бір жолым болып қалды ғой деп, мысалы, 5 мың, 10 мың теңге тауып алсам, достарыммен содан кейін қыдырам деген бір ойлар пайда болады. Бірақ әрине оның бәрі өте қауіпті. Өйткені неге деп айтатын болсақ, осындай жұмыстардың көбісі студенттің өзінен бірінші ақша сұрай бастайды. Мысалы, біз саған оны үйретуіміз керекпіз, біз саған оңай ақша табу жолын ұсынып жатырық. Сен бізге ақша бер, ал содан кейін сен одан да жақсы ақша таба бастайсың деп. Мысалы, 2 еселеп, 3 еселеп табасың деп. Осындай бір қауіпті бір жарнамаларға негізі кейбір студенттер ұсталып қалуы мүмкін, әбден мүмкін. Өйткені мысалы олар қиын жағдайда болуы мүмкін, немесе одан бұрын оларға ондай жайлы айтпаған, үйретпеген, жалпы айтқанда кейбір қауіпсіздік ережелерін сақтамаған олар. Сондықтан ондайға ұсталып қалу негізі қазіргі кезде бір үлкен мәселелердің бірі, және де осы жас студенттер, тек қана жас адамдар емес, сонымен қатар үлкен кісілер де негізі ондай ұсталып қалуы мүмкін. Ал ұсталып қалғаннан кейін олар мысалы айтады, полиция қызметкерлеріне айтуы мүмкін, мысалы осылай мені алдап кетті деп. Бірақ негізі осы кейбір қоғамдағы осындай болып жатқан мәселелер шын өмірде сондай адамдарға қалай айтуға, олар үстіне жала жабу, немесе олардан бір жауапкершілікті сұрау өте қиын. Өйткені ол кісі қайда орналасқан, ол өзге елде де болуы мүмкін. Және де оларды ұстау мысалы сол адамдар қиын болады, олар қайтадан өз ақшасын қайтара алмайды. Сол мәселе негізі көптеген адамдарды қынжылдатады. Сен мысалы қалай ойлайсың Әділет ол туралы? Ғалия, дұрыс айтып кеттің, барлық недерің дұрыс. Қазіргі таңда жастарымыз көбіне оңай ақшаға әуес болып келеді. Жарнамаларында түрі көп. Қай парақшаны ашсақ та бізде жарнамалардың түрі өте көп, тіпті сан алуан. Біз оның қайсысы шынайы, қайсысы өтірік екенін тіпті ажырата алмайтын заманға жеттік. Мысалға, оның көбісі мысалға студенттерге бағытталады. Мысалға, сені бір күннің ішінде біз мысалға оқуға дайындаймыз, немесе тағы секілді өте көп нелер бар. Одан кейін букмерлік нелері бар деген секілді. Оның несі мысалға Атыраудың өзін айтуға. Атыраудың өзіне мысалға біз әлеуметтік желілерді қарап отырсақ, мысалға күніне мысалға 100 мың мен 300 мың арасында айлық табу, яғни ақша табуға болады. Ал жұмыс кестесі 5-2 деген секілді. Ал бұл студенттерге өте ыңғайлы, себебі ол жерде олар айтады, жұмыс кестесі ыңғайлы, қай уақытта келесіз, кетесіз, ол өзіңіз білесіз деген секілді. Бірақ бұл ақылға қалай сыймайтын, бір қонбайтын әңгіме деп айтуға, себебі 5-2, бірақ графигі өте оңай жұмыстар, ол өте аз деп айтуға. Ол үшін мысалға бір шетелдік компания немесе бір фрилансерлік жұмыстар болмаса, бірақ дәл нақты оның жұмыстың өзі мысалы ондай болады деп мен мысалға өзім дәл кесіп айта алмаймын. Бірақ енді жас болғаннан кейін біз енді әрине ақша тапқымыз келеді, қосымша ақша қажет болғаннан кейін біз жарнамаларды кіреміз. Енді ол адамды қызықтырады, себебі қазір тіпті жарнамалардың өздері тіпті керемет қылып түсіріледі ғой. Мысалға адамды қарағаннан кейін бір тартып алатындай, сен кәдімгі подробнее, яғни қазақша айтқанда әрі қарай батырмасын басу арқылы сіз өз болашағыңызға уже әрі қарай кішкене бір қалай айтқандай болады. Мысалға балта шауып жатырмыз деп айтуға. Әрі қарай мысалға ондағы менеджерлермен сөйлесесіз, олар мысалға жұмысты бір керемет қылып түсіндіреді ғой. Мысалға
енді өзің мүмкін көрген боларсың, бізде осындай, бізде бәрі не, бізде мысалға ақша таппай қалған адам жоқ деген секілді кәдімгідей бір иландырып, адам бір налып қалады. Сол налып қалғаннан кейін, сосын айтады, ары қарай уже сіз базаға кіріп кеткеннен кейін сізге айтады, мысалға, бізде негізі сетевой маркетинг, яғни сіз бір белгілі бір тауарды сату арқылы мысалға ақша жасайсыз деген секілді. Оның бірі мысалға мен бір рет мысалға біздегі Дина базарында отырғанда маған бір кісілер келді. Олар маған айтты, біз әскери қызметтеміз, мысалға сіз әскерде тіркеудесіз бе, соны білгіміз келеді деп айтты. Сосын жақсы деп мен еш ойланбастан, жаңа олар тек қана несін көрсетті, корочка деп айтады, яғни өздерінің куәліктерін көрсетті. Тек қана куәлігінің сыртын көрсетті. Сосын мен алып жаңағыдай оларға ЖСН-імді айттым. Сосын олар ЖСН арқылы менің қайда тіркелгенімді, қайда не істегенімді қарады. Бірақ мендегі бұл жерде басты жіберген қателігім, сол жерде отқан бір кісінің маған келіп айтқан ақылы, балам, сен мысалға ақпаратыңды бекер айттың деді. Сосын неге десем, сен ол көрсеткен адамдар мысалға негізінде әскерилер ондай формамен жүрмейді. Шынына қарасақ, ана адамдар қарапайым киініп алған. Содан ол кісі айтты, ол жердегіне саған ол мысалға куәлігінің ішін ашып көрсетті ме, онда мысалға кәдімгідей біздегі ненің мөрі бар ма деген секілді. Мен оны шыны керек қарамаппын, бірақ бардым да ЖСН-імді айта салыппын. Ал ондағы менің басты жіберіп отырған қателігім, олар жаңағыдай тауар сататын, тауар алатын адамдарды іздеп жүргендігінде екен басты мәселе. Бірақ Құдайға шүкір деп айтам, мен оған алданған жоқпын. Себебі жаңағыдай ЖСН-імді айтсам да, бірақ қалай мен ол адамдардың кәдімгі шынайы екендігіне сенген жоқпын. Сол ана кісі де маған ақыл айтты, негізі бүйтіп айтпауым керек. Себебі олар осылай жүру арқылы, енді орталық нелерде жастар көбірек жүреді ғой, сол жерден мысалға олар сондай жастарды іздейді. Бірақ көбіне олар жаңағыдай жағдайы жоқ, сондай жастарды көбірек іздейді екен. Енді мендегі осында ғой, қандай жарнама көрсек те, немесе қандай адамды кездестірсек те, сіз жеке ақпаратыңызды ешкімге айта бермеуіңіз керек. Себебі мен өз басымның өткесін айтамын. Одан кейін бізде мысалға мына Атырауда мысалға бізде Ақжайық газетінің ғимаратының қасында бізде бір не орналасқан, жаңағы жұмыс беру орны. Онда да дәл сондай жағдай, ол жерде дәл солай жаңағыдай, ол жердің өзін сетевой маркетинг деп айтуға, яғни жұмыс айналымы қызып жатқан жер. Ол жерге де дәл осындай, мысалға жаңадан оқуға түскен адамдар көбірек барып жаңағыдай сол жарнамаларды көру арқылы барады. Бірақ ондағы бір кемшілігі, олар жұмысқа сізді бірден қабылдайды. Шамалы келіссөз жүргізеді, ертеңгі күні мысалы сізге хабарласып тұрады, сіз жұмысқа алындыңыз. Жұмысқа барып сұрағанда айтады, бізде мынандай заттарды сату керек, сол арқылы ақша табасыз деген секілді. Соның өзінің барлығы маркетинг деген нәрсеге келіп тіреледі. Сондықтан кішкене біздің еліміздің несі қалай кішкене маркетинг саласына бір қалай құрығын байлау керек деп айтады ғой қазақша айтқанда. Кішкене бір жастарымыз алданып қалмау мақсатында кішкене осындай жұмыстарды жасау керек деп ойлаймын. Сенің ойыңды білсем. Мысалы, сен ойың жақсы айтып кеттің. Өзіміздің жеке мысалы ақпаратымызды ешкімге таратпауымыз керекпіз. Сонымен қатар мысалы осындай бір қалай айтуға маркетингтік бір жобаларды, негізі көп блогерлер де, мысалы әлеуметтік желіде танымал блогерлердің өзі де әртүрлі курстарды, маркетингтік жобаларды жарнамалайды. Және де сол жарнамалармен қатар олар мысалы біледі, олар қаншалықты қандай үлкен аудиторияны қамтып отқанын, және де сол арқылы оларға тарата бастайды. Ал мысалы таратқан кезде әрине блогер ол адамдар жайлы ойламайды. Ол деген өзі мысалы алған ақшасы жайлы ойлайды, ал содан кейін ешқандай уайымсыз жүре береді. Ал мысалы студент сондай бір жарнамаға ұсталып қалуы мүмкін дегендей көріп қалады. Ал мен сүйікті блогерім осыны айтып тұр екен ғой, ол негізі алдамайтын еді деп бір сеніп қалады. Ал содан кейін мысалы сондай бір тұтқынға бір қалай айтуға бір осындай жалпы айтқанда бір кішкентай бір тұтқынға түсіп қалған кезде адам оны ешкім құтқара алмайды. Өйткені одан ақша сұрай бастайды. Ол мысалы ондай бір қалай айтуға қауіпсіздік сақтамағандықтан осындай бір жағдайға түсіп қалуы мүмкін. Ал содан кейін оны мысалы кейбір кездері құтқару да кеш болып қалуы мүмкін. Бірақ мен мысалы өз
жағдайымды айтайын, мен досымнан естіген. Мен жақын құрбым бар. Және де мысалы біз 11-ші сыныпта болған кезде, енді студенттік шаққа аттанып жатырмық. Сол кезде әрине көбісі жұмыспен қызыға бастады. Ал мен досым бір сайттан сияқты бір жарнаманы көріп қалады. Осындай бір жұмыс айына 200 000 теңге. Ал содан кейін ара үстіне қосыла береді, мысалы пайыздар бар дегенде көп әңгіме айтып кеткен. Және де мен құрбым әрине оны көріп қалып бізге айтады, мысалы мен осындай бір жақсы жұмыс таптым, мені сол сәтте қабылдады, осындай бір нәрсеге шақырды деп, оны тренингке шақырған туралы айтқан болатын. Содан кейін мен негізі күмәнданып қалдым, айттым, сен осындай бір нәрсеге сеніп тұрсың ба, толықтай сенімдісің бе, ол шындық екеніне, мысалы 200 000 теңге, сен тәжірибең жоқ, сен мектеп оқушысың, сен қалай олар алып тұр дегендей. Бірақ ол негізі өте мәз болды, бір эйфория деп айтуға болады ғой, бір жұмыс таптым деген бір мәз болды. Ең бірінші жұмысы ғой сол. Сол тапқаннан кейін оны пикникке шақырған болатын. Былай айтқанда, ең алғаш кіріп жатқан қызметшілерді осы бір пикникке шақырады, тимбилдинг ретінде. Және де айтады, мысалы, біздің қасымызға кел, сен деген мысалы біздің маңызды қатысушымыз боласың алдағы уақытта, бізбен бірге қосыл деп шақырады. Бірақ жақта күмәнданып қалған нәрсем, ол адамдардың көбісі ересек адамдар болған. Сонымен қатар, әрине, осы жерде айтқым келеді, тек жастар емес, осындай бір ересек адамдарды негізі ондайға ұсталып қалады. Содан кейін подругам, осы бір құрбым маған айтқан болатын, осы пикникке бармай қалдым, менің ойымша олар пирамида деп. Пирамида жобасы деп. Негізі мен де сол туралы құрбыма айтқым келді, бірақ негізі бір іште өзімде ойланып қалдым, шынымен жақсы жұмыс болар, шынымен осындай бір ақша беретін болар дегендей. Бір жағынан құрбымды көңілін түсіргім келмеді, бірақ мен негізі осы істегенім, уайымдап қалғаным қате болды. Өйткені мен досыма осы жерде айтуым керек болды. Мен бұл жұмысқа сенімсізбін, сен үшін кішкене қорқамын, ол пикникке барма деп айтуым керек болды, бірақ шүкір, енді өз досым да оны түсінді, ол пикникке барған жоқ, ары қарай да ол жұмыспен ешқандай байланыс ұстаған жоқ. Осындай бір сақтап қалғанына мен досымды, өйткені осындай пирамидаларда енді кім білмейді, сіз кіресіз, оны кіргеннен кейін сізден ақша сұрайды, сізге мысалы тауар береді, ол тауарды сатасыз дегенде, немесе әлеуметтік желілерде бір маркетингпен айналысып кетесіз, соны сатуыңыз керек болады бір нәрселерді. Оны сатпасаңыз сізге үстіне айыппұл қосады олар. Сөйтіп сізден ақшаны ала береді. Бұл пирамидаларда ең бастысы білу керек, ешқандай қарапайым адам пайда алмайды. Мысалы бір видеороликтер болады, 1 миллион берді, осындай бір нәрсе сатқан үшін 2 миллион, 10 миллион деп айтып жатады. Қызықтыру үшін. Мысалы, соның бәріне негізі үлкен ересек адамдарды ұсталып қалады. Соншалықты осындай бір жобалар көп таралған. Мен ойымша осындайдан бір сақтану үшін әрине бір кейбір қауіпсіздік туралы, мысалы осындай бір нәрсе сақтану үшін форумдар, жобалар көп таралу керек. Мысалы өткенде біздің университетке енді білеміз, кейбір қауіпсіздік туралы форум өткен болатын. Және ол жақта мысалы полиция қызметкерлері келген болатын, және кейбір қауіпсіздікке жауап беретін қызметкерлер келді. Және сол кезде мысалы айтып кеткен болатын бізге. Сіз қалай өзіңізді сақтауыңыз керек, сіз жасанды интеллект мысалы бізді қалай алдай алады. Мысалы жасанды интеллект көп білеміз ғой, әділет. Адамдардың түр бейнесін салады, немесе дипфейк дейді, адам бейнесін бір жерге салып қояды, сол адам сөйлеп жатқан сияқты. Немесе жұлдыздардың бетін алады, танымал адамдардың. Соған мысалы көп адамдар сеніп қалуы мүмкін. Бірақ сол жақтарда мысалы форумда біз өзіміз үшін көп нәрселерді білген болатынбыз. Одан қалай сақтану керек сияқты. Және мен ойымша осындай бір форумдар көбірек таратылу керек. Әрине, дұрыс айтасың. Ойың өте дұрыс. Және мен сөз қоса кетейін. Күніне мысалға халықаралық зерттеулерге сәйкес осы жарнама арқылы 50-60% астам студент алданады екен, яғни күн сайын. Бұл өте үлкен, яғни көрсеткіш. Бұл әрине осы жаңағы біздің күнделікті қолданатын әлеуметтік желілеріміз арқылы. Сондықтан біздің айтқымыз келетіні әлеуметтік желіні тек жақсы нәрселер үшін, жақсы мысалы оқу үшін, не үшін ғана пайдаланған тиімдірек секілді менің ойымша. Осы біз көтерген бүгін тақырыбымыз сіз үшін пайдалы болды деген үміттеміз. Өйткені бұл өте маңызды тақырып, бір қауіпті мәселелердің бірі. Сондықтан студенттер әрқашан сақтанып жүріңіздер, өзіңіздің кейбір қауіпсіздігіңізді осы бақылаңыздар, сауатты болыңыздар интернетте. Және де осы сіздердің бүгін студияда болған біз, Ғалия Аренова және де Әділет Амангелді. Келесі кездескенше. Аман сау болыңыздар.